Сәлем достар, сізбен бірге мен Жанна каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін өте қызықты видео түсіретін боламын. Видеомның аты бүгін мен Такабукадан тігінші қыздардың тағдыры деген видеоны түсіретін боламын. Яғни бұл бірінші бөлімі болатын болады. Және де видео өте қызықты болады деген ойдамын. Сондықтан да міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал видеомызды көп созбай тезірек басайық. Осылай жалғаса береді ме? Я, солай жалғасатын шығар. Бірақ енді ары қарай біз талпынып, ақша табуға тырысып, солай істесек, может быть, үйіміз болар. Мә, біз сондай болса жақсы ғой. Иә, мына енді көп сөйлемей мына тігейік киімдерді. Тем более бұны біз ұзақ уақыт, ұзақ жыл бойы осы заттарды алуға бұл ақша жинаған жоқпыз ба? Мынаның өзі қаншама ақша тұрады. Онда тезірек тігіп киім жасайық. Өте күшті, я киім. Я, күшті ғой. Бұның бәрін тігуді қалай үйреніп алғансыз? Ендеше алып көрейікші, маған қызық болып жатыр. Онда алсақ алайық. Вау, қандай керемет киім. Мынаны алам екен адамдар. Білмеймін, алса алатын шығар. Алғаны бірақ жақсы ғой. Я, алғаны жақсы. Енді бір киімді кім қарайды дейсің? Кеттік, одан да тағы да киімдерді тігейік. Ал енді қандай киім тігеміз? Сенде қандай ой бар? Өз ойыңмен бөлісіп кет. Білмеймін, бірақ бір ақ түстегі көйлек тіксек өте әдемі болатын сияқты. Я, сенің ойыңмен мен де келісемін. Онда мына ақ түспен тігейік, я? Бір отырысқа немесе тойға ұялмай киіп бара береді. Ал ендеше тігуді бастайық. Қара, деймде тығып қойдым. Екеуміз тез істеп тастадық қой. Я, әдемі көйлек шыққан сияқты. Вау, қандай күшті көйлек. Мына көйлекті бүкіл алуға таласатын шығар. Я, сондай болса өте күшті ғой. Саламатсыз ба, маған бір су бере саласыз ба? Кезек қашан болады? Я, қазір. Кішкене күте тұрсаңдаршы, онсызды өзім үлгермей жатырмын. Болды, рахмет, көп. Сау болыңыз, ас болсын. Шашап кеттім бар ғой ше, надоело уже тұра береміз. Мә, осылай біздің де тіккен дүниелерімізге келіп таласып жатса екен, мен алайын деп. Күшті болатын еді сол кезде бар ғой, демде байып кетер ме еді, оны кім білсін. Сәлем қыздар, сендер не үшінсіңдер, киім тігіп отырсыңдар ма? Вау, мына көйлек әдемі екен, сендер сатасыңдар ғой, а? Сізде әпшеге тегін ақ береміз ғой. Әпше, мұның не? Бізге ақша керек қой, мұнан бәрі тегін келген нәрсе ме? Қыздар, еш уайымдамаңдар, ақшасын беремін. Сендер маған мына көйлекті сатсаңдар болды. Киіп көрсем. Вау, күштісін-ай, мына көйлекті бүкілінің алғысы келетін сияқты ғой. Енді ұялмай қалған жерге баратын болдым. Я, ала беріңіз, сізге тегін бере саламыз. Жоқ, әпше, неге үйтіп жатырсыз? Кішкене ойлансаңызшы, бұл тегін келген нәрсе емес. Мә, мен енді ондашы мен сендерге кішкене ақшамды берейін, маңдер. Ой, рахмет. Не ғой? Мен сендерден бірнеше сұрайын деп едім. Сендер осы жерде екеуің тұрасыңдар ма? Ана іштегі заттарға қарасам, осы жерде тұратын сияқтысыңдар. Я, сондай болып қалды енді. Я, енді сондай. Не үшін мұңайып жатсыңдар, сендерден кешірім сұраймын олай сұрағаным үшін. Мәңдер, ала қойыңдар, ішесіңдер ғой. Ойлап, не үшін несіне әуре болдыңыз, тек бізге керек емес. Я, өзіңіз іше беріңіз. Мен сендерге шын көңілмен беріп тұрмын, қолымды қайтармаңдар. Ал дегенде ала салсаңдаршы іш. Міне, мына жерге қойып қойдым. Өздерің керек кезде ішесіңдер ғой. Онда мен бір затымды ұмытып кеткен едім. Қазір бір шетке барып келейін, отыра беріңдер. Әпше, енді мыналарды алып кете салайын, я? Аха, ас болсын, жарайды. Міне, ала қойыңдар. Ұмытып кеткен затым осы. Сендердің қарындарың ашып отырған сияқты, осыны жеп алыңдар. Кішкене әжені боласыңдар. Одан да әдемі киімдерді тігетін боласыңдар. Мына мысық, яғни түлкі. Короче, сол да сендерге өздерінің іштерің пісса, өздеріңе серік болады. Сонымен кішкене алданып сөйтесіңдер ғой енді. Ендеше мен кетейін, мына киімді ал.
Ой, әпке, несіне әуре болдыңыз? Бізге керек емес қой, өзіңізге ала беріңіз. Ой, мен беріп тұрмын ғой, қолымда, енді олай қайтармайтын шығарсыңдар. Ендеше мен мына киімді алайын да кетейін. Сау болыңдар. Рахмет, әпше. Сізге бір ақшасын берейін бе? Ой, керек емес. Бір тиыны да керек емес. Мен сендерге сыйлық ретінде бердім ғой. Мен кеттім, онда кетейін. Сау болыңдар. Мә, кеш басып қалыпты ғой. Ендеше тезірек жатайық, құрсын. Мына заттарды жинап қояйық. Сен мынауыңды жеп ал. Ендеше кішкене екеуміз суды ішіп алайық та. Мына жерлерді заттарымызды жинайық, ақшаны қояйық. Мына мысық та маған өте қатты ұнап тұр. Мама, күшті, иә? Ендеше мына заттарды жинайын, құрсын. Әйтпесе біреулер алып кетіп жүрер. Бұл кімге керек дейсіз? Білмеймін, алатын адамдар бар ғой, қоя берші. Енді біреу алып кетсе, біз неге қоямыз десейші? Заттарымызды тек осы ғана ғой, заттарымыздың бар жоғы. Мына жерде адам бар ма екен? Ішін көрсем бе екен? Маған қызық болып тұр. Мына адамдарды почтадан шығармасам. Не істеп тұрсыз? Кетіңіз әрмен. Бұл жерде сіздің қандай затыңыз қалып кетіп еді? Сенің оған күшің де жетпейді ғой. Я, бопты, күшім жетпейді. Кете салыңыз, өтініш. Жоқ, мен кетпеймін. Қазір мына қолымда мына зат тұрғанда, мен сені тірі қалдыра алам ба? Кете салыңыз, мен де кетемін, сіз де кетіңіз, жарай ма? Сонда тең боламыз. Қайқа қашып бара жатсың? Кетсеңізші, мен де кетемін. Еш нәрсе демей-ақ кете салайық, жарай ма? Не істеп тұрсың? Мә, келгенің жақсы болып. Не үшін тұрсыз енді? Бағадан бері анау жақтан көрініп тұр ғой сіздің даусыңыз естіліп. Кетіңізші әрмен. Не заттың неңіз бар? Не, сіз сөз ұқпайсыз ба? Кетіңіз әрмен. Мен кетпеймін. Менің бір алатын затым бар еді да. Бағандан бері не істеп тұрсың? Сонда мынау бағандан бері саған сөйлеп тұр ма?